Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай қатпар болып пісетін өте дәмді әрі сәтті шыққан рецептпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен самсаның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы су керек болады. Жылы судың үстінен 1 шай қасық тұзды қосып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстінен иеліктен өтіп дайын тұрған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Қажетті барлық заттардың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Осы видеоның атауын басатын болсаңыз, описание бөлімі ашылады. Достар, егер сіздер барлық заттың мөлшерін осы видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, сіздердің самсаларыңыз өте сәтті шығады. Иленген қамырымызды иі қану үшін 20 минутқа бетін жауып қоя тұрдым. 20 минуттан соң қамырды алып, ортасынан теңдей 2 бөлікке бөліп, тағы 2 зуала жасап, бетін жауып 10 минутқа қоя тұрамын. Қамырды осылай ұзақ уақыт иін қандырып алатын болсақ, жаю барысында бізге оңайға соғады. Осылайша дайын болған зуаланы алып, үстелдің үстіне ұн себе отырып, жақсылап жайып шығамын. Қамырымыз қатты қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде жаюымыз керек болады. Иленген тестамыз жұмсақ болғандықтан кішкене жабысқақ келеді. Сондықтан ұнды молырақ себе отырып, қамырды жайып, үлкейтіп аламыз. Қамырды қалың етіп жаятын болсақ, біздің самсамыз қатпар болмай қалады. Ал егер қатты жұп-жұқа болып кететін болса, майы арасына сіңбей қалады. Сондықтан мен қамырды осылай етіп жайып алдым. Осындай қалыңдықта болды. Енді бірінші зуаланы осылай жинап қоя тұрамын да, келесі екінші зуаланы жайып дайындап аламын. Екінші зуаланы да дәл осылай жайып үлкейтіп алдым. Енді арасына жағатын майын ертіп аламыз. Біздің майымыз 72%-дан жоғары май болу керек. Мен щедрое лето майын пайдаландым. Майымыз толық еріп шыққаннан кейін оттың астын орташа етіп қойып, майымызды 2 минуттай қайнатып алу керек болады. Сол кезде майдың бойындағы артық суы кете бастайды. Қамырымның үстіне осылай жағып алдым. Жағып болғаннан кейін міндетті түрде 15-20 минутқа қалдырып қою керек. Сол кезде біздің майымыз кішкене қата бастайды. Майымыз қата бастағаннан кейін барып екінші зуаланы бетіне жаямыз. Екінші қамырдың бетіне де майды жағып, орамас бұрын майымызды кішкене қатырып аламыз. Ол үшін 15 минуттай осы күйінде тұру керек болады. Майды бір келкетіп жағып алдық. Енді майымыз кішкене қата бастаған кезде шетінен рулет тәріздетіп осылай орап шығамыз. Арасын бос қылмай тығыз етіп ораймыз. Міне осымен біздің самсамыздың тестасы дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Енді салфанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоя тұрамыз. Егер тоңазытқышқа салатын болсаңыздар 1 сағатқа, морозильникке салатын болсаңыздар жарты сағат жеткілікті. Осы орайда самсаның арасына жағатын салмасын дайындап аламын. Ол үшін менде осындай тартылған ет болды. Оның үстінен пиязды ұсақ етіп турап қостым және кішкене картопта қосып жібердім. Оның үстінен дәміне қарай қара бұрыш, тұз және зира сеуіп, салмамды біркелкі болғанша араластырып дайындап алдым. Әрине салмасын өз қалауларыңызға қарай жасай бересіздер. Морозильникте менің қамырым жарты сағаттай тұрды, осылай кішкене қата бастаған. Осылай жасайтын болсаңыздар, қазір жаю барысында өзімізге ыңғайлы болады. Міне арасы қатпарланып, өте әдемі болып шықты. Енді жаюға кірісеміз. Жаюға ыңғайлап, үстінен осылай басып шығамыз. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін оқтаудың көмегімен жая бастаймын. Достар, осы кезде қамырды жұқа етіп жайып алмау керек. Егер жұқа етіп жаятын болсаңыздар, біздің самсамыз қатпар болмай қалады. Тым қалың да болып кетпеу керек. Мен қалыңдығын осылай етіп жайдым. Енді арасына салмасын салып, түйе бастаймыз. Түйе барысы да әрине өздеріңіздің қалауларыңызға қарай түйе бересіздер. Мен осылай үшбұрышты етіп түйіп алдым. Достар, егер де сіз менің арнама тіркелмеген көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Себебі сіздермен пайдалы әрі оңай жасалынатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.
Барлық самсаларды біркелкі етіп түйіп табама жайғастырып алдым және оның үстінен жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып араластырып бетіне жағып шықтым. Енді қызып тұрған табамызға салып 40 минуттай пісіріп алдым. Біздің самсамыз осылай өте әдемі болып пісіп шықты. Мен осы күнге дейін самсаларды бірнеше әдістермен жасап көрдім, бірақ дәл бұл сияқты сәтті шықпайтын еді. Сіздерге ұсынған өте сәтті рецепттердің бірі дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде де өте керемет қатпарлы самса шығады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.